Қоғамдық кеңестің кезекті отырысында түрлі салаға қатысты 8 мәселе қаралды. Олардың ең өзектісі ауыл шаруашылығына қатысты болды. Мамандардың айтуынша 2017 жылы ауыл шаруашылығын қолдауға мемлекет тарапынан 26 миллиард теңгеге жуық субсидия бөлінген. Алайда бұл қаржыға көбіне тамыр танысы барлар ғана қол жеткізіп, қарапайым шаруалар қолдаудан құр қалады. Осылай деген депутаттар субсидияны үлестіргенде ашықтық пен әділдік басты назарда болуы тиіс деп құлаққағыс жасады. Сонымен қатар субсидияның түрлері мен оған қол жеткізу жолдарын баға арқылы әрбір шаруаға түсіндіру қажет деген ұсыныс білдірді. Жалпы осы процедура прозрачный болу керек негізі. Сіз қазір айтып отқан докладтың бәрін неге көрсетпейсіздер? Субсидия келді. Неге оның статьясымен, пунктімен, дақылдарымен насихаттап, халыққа не түсіндірмейсіздер? Шаруалар біле бермейді осының бәрін. Білетін адамдар ана ақ үйге жақын адамдар біледі. Танысы бар жаңа әкімшілікте, басқасы бар адамдар. Қарапайым шаруа жаңа жылап отыр ма, айтып отыр. Сіз кеп аудан жамандап жатсыз неге кеп та? Может, аудан кінәлемес шығар. Аудан да білмейтін шығар. Сондықтан мына жерде өмекеде менің ұсынысым, жалпы осы саланы көрсету керек. Мына Ұлеке сізге өтініш. Ана ішкі саясатта неше бір лоттар бар, басқалар бар да, ИФ-лар алып жатыр. Көрсетсін де, субсидия келді Алматыдан, ақша түсті. Оны білейік біз. Одан кейін қалай тарап жатыр, соны білейік. Сосын кейін бізде мысалға небір депутаттар бар, облыста да қалада. Миллиондап субсидия алады, оларды біз білейік та. Олар кәсіпкеріміз дейді, орден алады, медаль алады. Ал бюджеттен мынанша ақша батыр да, сөйтеді да келіп жаңағы жұлдыз болып жүр. Сіз бізге айтыңыз, жұмысыңызды көрсетіңіз. Одан кейін ел біледі, жұрт біледі. Жалпы да сонда бүйтіп қызарып тұрмайсыз. Ауыл шаруашылығы басқармасына айтылған тағы бір ескерту жылыжайлардағы өнімнің сапасын арттыру. Халық қалаулыларының айтуынша бүгінде жылыжайларда егілген көкөністердің тұқымы шетелден әкелінеді. Ал олардың адам денсаулығына зиян екендігі жасырын емес. Бұл мәселені шешу үшін депутаттар отандық тұқым шаруашылығын дамыту керек деп есептейді. Продуктілер бар ғой. Солардың негізі Голландиядан келген тұқымдардың көпшілігі де өткен көп өнім алу үшін, дұрыс па? Иә. Ал олардың барлығы ГМО. Біздің де ұрпақты жоюға, ұрпақсыз етуге соған арналған. Сондықтан неге оны біз көбейтіп оған еще тағы субсидия береміз? Оның орнына біз өзіміздегі өсіп жатқан помидор, қияр, басқа да жағы нелерді алып, соларға жағы көмектеспейміз. Қазір мысалы помидорды алып жеп көрсеңіздер, көпшілігі резина сияқты. Бұрынғыдай жағы дәмі де жоқ, иісі де жоқ. Соны біз жылыжайда ары қарай таратып жатырмыз. Елді неге біз жағы одан ары ұрпақ сағындыру или жоюымыз керек? Бұл нәрсеге неге көмек көрсетіп жатсыңдар? Көкөніс сорттары шықпай қалды. Сондықтан да бұл мәселені айтып жатырмыз. Бұл енді бір күндік болатын нәрсе емес, бұл енді үлкен проблемалық нәрсе. Біз бұл жөнінде жұмыс атқарамыз. Ол орынды сұрақ. Біз енді сол бағытта жұмыс істеуіміз керек. 77-тен бері әлі жаңа сорт ашылмай жатыр. Бұл сол кейін біз Голландияға ауысып кеттік, кейін жаңа шетелдің жақсы сорттарын ала бастадық. Өзіміздік отандық әлі сорт аша алмай жатырмыз, өкінішке орай. Бұл енді жалғыз біздің облыс емес, бұл Қазақстан Республикасында болған. Сен басқаларды қой, біздің 80% облыс жылыжай орнынан бірінші орындамыз біз. Дұрыс па? Барлық Қазақстанға таратып жатқан біз. Сондықтан қазақ халқының осы қазақстандардың өсіп-өнуі бізге байланысты болып тұр. Сондай-ақ жиында табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселесі де көтерілді. Яғни бұған дейін зообаққа кіру тек ардагерлер үшін ғана тегін болса, енді ол тізімге бірінші және екінші топтағы мүгедектер енгізілмек. Зообаққа кіру билетінің құны бүгінде 24 теңге 5 тиын. Қоғамдық кеңес мүшелері 24 теңгенің мәселесін 12 минут талқылап, ұтымды ұсыныстарын ортаға салды. Динара Сәрсенбаева, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.